Assalamualaikum dostlar. Sizlerle men Cengo қалайсыңдар dostlar? Бүгін біздер дейтін ауылдамыз, бірақ бұл дейтін басқа ауыл достар. Көріп тұрсыздар, мен бүгін басқа бір ауылға келдім. Қалайсың жетіл? Мен бүгін басқа бір ауылға келдім. Бұл ауыл менің атам мен әжемнің өмір сүретін тұратын ауылы. Алақай, біз енді осы жазғы демалыста атам мен әжем үйінде боламыз. Керемет болады, барлық атам әжеме көмектесемін. Сіздер болса лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Так, атам әжем ұйғаяқты екен, кән жүре берейік. Так, оны чигол бергеші. Не? Темекі бар ма? Жоқ, мен темекі шекпеймін ғой, мен темекі шекпеймін ғой, сен сияқты емеспін. Темекі алып берейін. Құрсы бар, менде темекі жоқ. Әйтпесе келгем, Не құры бар? Ё-моё, қаш. Ай, ұрмасай. Ұрмасай, братан, ұрмасай. Ұрмасай, братан, дау, қаяқ дау. Дау, не жер дау. Апа. Қалайсың балам, жақсы келдің ба? Апа, анау мені ұрып жүр, апа, анан қара, анау, мені темекі жүр. Иә. Келсін остан үйге. Ол кім анау? Апа, ол кім, кім ол? Ол Серік деген бұзық болғанда бұзық балалардың. Қалайсың балам бұл? Апа, кәді бетіңізді. Ай, апам сағындық қапын, ема. Апам тамақтарын дейміз енді алақай. Жақсы, апай, барлығы жақсы. Апа, қойшы, үйге барақшы, не өп кеттің ау? Видео бастасын бір. Давай. Қалайсың, жетіле? Сатушы жетіл. Так, жүріңіз апа, мені үйге ертіп барыңызшы. Ема-ай. Білмей қалдық қой не болған анаяққа. Атамның үйі, біздің үй керемет болып тұр ғой неяқта. Атам қайда? Атам жүрген шаран ауыр. Ема, үй деген тамаша. Кім? Потолокнан кім еттін үйі? Төбет дейді? Ақтөс қайда апа? Ақтөс қайтып өкет төбетті алдыған еспе. Төбетті. Қалайсың балам, қалай жеттің? Ат-көлік аман ба? Атам. Қуат тұрып ата. Әке шешең аман ба? Ата, бағарлығы жақсы деген. Мен сіздерге демалысқа, сіздерге көмектесейін деп осы жақта болайын деп келдім ата. Ой, жарайсың балам. Ата, жақсы бол. Ата, мен неқті таныса өрейін. Жарайсың, тоғой балам. Чай ішіп алсаң шөй балам. Кәз апа. Чай. Жақсы мен чай ішіп алайын шонда. Кеттік жүріңіз апа. Ата, сізді ішпейсіз ба? Ішеміз. Енді қистай ішеміз. Тарлан дейді. Емайды, атам мынау сіздің атыңыз ба? Иә, балам. Күшті. Давай, кеттік үйге. Үй дегенің вообще өзгеріп кетіпті. Ема, ата, мына үйді қашан салғансыз? Салғанымызға ма? Көп уақыт болған жоқ қой. Уақыт болған жоқ. Ема, екінші этаж. Қайнады. Маконтайдың бөлмесі ма атам мынау? Маконтайдың сол медальдары тұр. Маконтай қайда өзі? Маконтай оқуға кеткен. Мен барлығымен танысып тұрайын. Чай ішіңдер, чай. Жақсы апа. Так, ема, неқта сіздердің бөлмелеріңіз. Балкон! Мына жерден вид деген керемет көрінеді екен. Так. Ата, кеттік чай ішіп алайық ата. Қуанып тұрмын достар. Неймді мен апам. Отыруға қой. Аты Жұпаргүл. Апамның аты. Если что біліп алыңыздар, Жұпаргүл. Атамның аты Қасқырбек деп аталады достар. Атам серьезно. Азыр чай шейік давай. Күшті болды. Так, қаяқта чай. Міне чай. Так. Кайп ұжат. Апам чайын сағынық қаппын ше. Апана чай тәтті. Тойдым апа. Керемет чайыңыз әне апа. Ата, сен күлше дейсің. Апамның күлшесі дегенің дәмі деген. Да, күшті екен апамның күлшесінің дәмі деген. Күшті. Так. Қой құрсын апа, мен далаға барып қайтайын. Так, неқта, Балам. Ата, айта беріңіз. Жүр, мен сені ауылмен таныстырып келейін. Жақсы. Апа, керемет бір тамақ дайындап қойыңызшы, бір етпен бір керемет котлет істейсіз ба, сондай бірден бешбармақ істейсіз ба, сондай күшті тамақ істеп қойыңызшы. Қой, Жарайды. Al yürü.
Балам. Так. Осы біздің ауылымыз. Керемет екен ата. Ауыл өзгерген дейсің ғой. Мына аяққа келмеген, сіздер жаңадан көшіп келгендер әлі келмеген. Атам огород деген тамаша, атам қорасы. Ата бәрін өзіңіз салдыңыз, иә? Мә, көшті. Енді керемет болады. Так. Жақсы, атам. Алдымен таныстырайын. Жарайды ата. Хоп, ата. Атам артынан еребейін. Мә, керемет неқті жаңа. Дүккен бар. Иә, жаңа бір серік дейма, сондай бір бұзық баладан қашып келатып осы жаққа келгенде апам алдымнан тап болып жақсы болды. Тәртіпсіз бала ғой біздің ауылдың. Дұрыс. Бәсе сол серік деген бір осы жерде отыратын шығар ғой. Иә, жаңа апамды көрген соң кейін қашып кетті ғой. Сондай үлкен кісілерден қорқады ол. Ұятсыз бала екен, кішкенелерге басынып сөйтеді ол. Ауылдарыңыз ата керемет ауыл екен, Мынау біздің мердің үйі. Ауылда да мер бар ма не ата? Бар. Мынау ма мер? Иә. Ойбай, ерім мерге жақындамай құрсын. Шықса е мер. Атам қачок. Атам қачок дейсің ғой. Ата енді не істейік? Не істейік? Үйге бар, жақсылап бір. Балуан көрмейміз ба? Күрес көрейік, давай. Қой. Күресетін қалден кеттік қой біз. Менің атам кезінде күресші болған, қазақша күресте деген барлығын баспен қадап тастайтын менің атам. Түрі деген қачок қой менің атам. Жақсы ата, жүріңіз, үйге барайық, кеттік. Атам мен апам 70-60-қа келсе де әлі аяқтары деген сапса өтті, иммунитеттері деген ұрып тұр ғой атам мен апамның. Осындай ағаш. Күштеген ата, неяқтың табиғатының табиғаты дегенің барлығы деген тамаша ғой, Так, нерде хопнан биік істепті, мен бұрын осындайға деп. Айтпаш жесікке тамақ беру керек еді. Маконтай екеміз тартылушы едік. Маконтайдың жоқтығы жаман болды. Бірақ та атам мен апама көбектесем, нерде керемет жер бар екен, Мазырға демалуға болады. Дұрыс. Кәне үйге кірейік, так. Апам не істеп жатыр екен? Тамақ пісіріп. Апам деген тамақты кетіп жатыр дейсің ғой. Так, мен неяқтың не бар екен көріп жүрген? Атамның қоймасы. Керемет ата, барлық нәрселеріңіз түгелдей көшті екен, барлығы. Так, бөлмелер, так. Так, онда сіз ата не істейсіз? Газет оқисыз ба? Балам. Жақсы, атам газет оқиды. Апа, тамағыңыз жақсылап істей беріңіз ата, апа. Нерде не болып жатыр? Атам күрес болып жатыр ғой, нерде, так. Атам күрес күшті көршеді, атам айтып келмесем, так. Атама барып келейін, так. Апам тамақ істеп жатыр, керемет болып жатыр ғой, мынаның бәрін аяқта шкаф бар екен, так. Аяқта жұматам. Ата не істеп отырсыз? Газет оқып отырсыз ба? Иә, балам. Дұрыс. Ата астында күрес болып жатыр ғой. Жарайды, балам, жүр көрейік онда. Күрес көрейік, тамақ ішейік, ата, жүріңіз, кеттік. Оппа деп, мына ескі жауа салайық. Так, есіктерді жауа салайын барлығы. Керемет болды ғой, так. Қолымды шай болайық. Оппа! Атаң екеуің теледидар көрмейсіңдер ме? Сол көрейік деп жатырық қой атам екеуміз. Мен сендерге қарбыз берейін. Бұл жақтың қарбызы деген дәмді, жесең де арманда, жемесең де арманда. Апа, маған да беріңізші кән, көрейік дәмін. Мына дейтін бәшше бөлек қарбыз ғой, кән дәмі көр. Мынаның дәмі дегенің таза. Апа, мен кетемін ғой қалаға, бір қалаға мен кеткім келмей қалды, сонда маған осындай қарбыздан көп сап беріңіздерші. Жарайды, балам. Керемет қойна қарбыздың дәмі. Жақсы тойдым мен. Апа, тойдым. Апамның тамақтары дегенің ептік істеген тамақтары деген керемет қалың ғой менің апам. Керемет істеді ғой тамақты. Балам. Апа, айта беріңіз. Ішесің ба? Ішем апа, сіздің сүттеріңізді сағындық қой, мына ауылдың таза керемет табиғи сүттерін. Қымыз берсей апа.
Жарайды. Кайп. Керемет қой мынандай. Айран ішесің ба? Шем апа, шем айран. Алқай айран. О, қазақтың тағырып мынауға жердің елі. Атам деген күрес көріп жатыр. Керемет болды ойыма. Жинго балам бергіш. Айта беріңіз. Мынау Қазақстанның елі, мынауға жердің елі сонда? Мынау Ресейдің елі екен ата. Орыс қой, значит. Ресейдік. Орыс пен Қазақстан шығып жатыр дейсің. Иә, Орыс пен Қазақстан шығып жатыр екен так. Так, ауа деген керемет болып тұр ғой. Апасы? Апа, тамақ болды ма дейді апа? Тауықтың етінен жасалған бешбармақ пісіріп жатырмын. Дұрыс. Атам маған ертең енді бір жайлаудан ат ұстап әкеп бересіз ау. Жарайды балам. Атам екеуміз қыдырып. Ат мінесің ба? Көрейік мініп. Атасы, Оу. ана Хоп. төбетке тамақ берсеңші. Ой, жарайды. Қазір берейік. Хоппа. Мынау дегенің айран ғой апа. Осындай ат ап бер демесем, осындай ат жайлаудан ұстатқызып алмасам, өзімнің тайбурулымды ұстатқызып алмаймын ба, так. Керемет қой мынау ма. Так, атам айтып келейін. Ата, атыңыз деген тамаша екен. Маған да ертең өзімнің тайбурулымды ұстап берсеңіз. Жарайды балам. Тамақ жеп жатсың ба, қалайсың? Төбет деген мынау. Жаңадан бір күшік қой дейм ата? Үлкен күшік қой дейм? Ақтөс енді керемет етеді, бірақ Төбет, тамақ беріп көресің ба? Кәне, давай берейік ата. Мә ғой. Кәне, төбет. Төбет қоян жейді дейсің ғой, қоянның етін так, төбет. Төбет деген қарны деген көшті тойып алған сияқты ғой, Так, кәне атама. Мінекейіңіз ата, жаңа аттың жібі, міне барлығын берейін сізге. Атам огород. Ата, огородтарыңыз өсіп кетіпті ғой. Қазір екеуміз жинай онда. Жақсы ата. Мен маларды салып келейін. Так. Апасы, мына иттің самаған ошаққа салайық десем. Так, онда апа, мен қазір бірдеңе істеп берейін қазір. Наға салдым ортаңғысына. Так, достар, енді осымен біздің видеомыз аяқталуға жақын қалды, достар. Енді мен қазір апамның кереметтей тамағын жеп ап, осы видеоның келесі бөлімін түсіретін боламын, достар. Ал енді сіздер лайк басып, комментарий жазып, ана тіркеліп отырыңыздар. Так, апа! Ой, балам. Кәне сіздің тамағыңызды жейікші. Керемет болып тұр ғой, аналар әлі күресіп отыр. Балам, кеттік саған. Тауықтың етімен жүре ғой. Жақсы, мен ата қымыз ішіп алайын. Жарайды. Биенің қымызын ішіп дегенің керемет болмаймыз ба? Тауықтың еті. Бешбармақ қой, бешбармақ. Жеп ал. Мынайын дәмі деген. Артына қымыз ішкен деген таза керемет болады екен. Апам не тамақтарын сақ қойды. Апа маған бір керемет жүрмін. Сіздің апа күшеңізден алдым. Күшеңізді қазір жейм. Ата, айта беріңіз. Жүргет, балам екеуміз огород жинап көрейік. Жақсы, атамның огородын жинап екеумізден. Давай кеттік. Балам? Ата. Мен алған жерден надармен салып шыға ғой. Атасы. Жақсы, екіп шығайын ба? Мен ауылға барып келейін дүкенге. Үйде сәбіз таусылып қапты. Сенің неге огородың тез өспейді? Өсіп тұр ғой да. Жарайды, несі болса да сатып алып келейін. Наған қара, надардың үстінде. Неяқта, сәбіз неменедер. значит, картоп, нерді сәбіз, неяқта нан қой да, жақсы, кукуруз, так. Ата, сіз жинай беріңіз, так. Так, атамасын екіп шыға берейік, так. Хоппа. Опа. Так, опа. Так, осыны егіп сап, мен видеомды аяқтайын. Так. Ё-моё, не? Шамалы жел соғып жатыр ма, не болып жатыр? Так, ата, мен қазір
Так достар, ендеше біздің осымен видеомыз аяқталды. Барлықтарың келесі кездескенше арнаға тіркел, лайк басып, комментарий жазып, барлығын істеп отырыңыздар. Ал ендеше пока-пока, чао.